сәресі мен ауызашарда оқылатын дұға бар. Кейбір адамдар мен арабша оқи алмаймын, қазақшасын оқысам да болады, бастысы ниетім дұрыс деп айтып жатады. Кейбір адамдар оны міндетті түрде қағаздан қарап оқиды. Өйткені жаттай алмаймын, маған ыңғайсыз, немесе телефоннан қарап оқитындар да бар, мен оны сақтай алмаймын деп. Бұлай бола ма жалпы? Адамды жаратқан Құдай, тілді жаратқан Құдай. Сондықтан да Құдайға қай тілде мінәжат жасаймын дейсіз, қай тілде Алладан тілеймін дейсіз, тілей беріңіз. Тек қана намазды ғана біз араб тілінде оқимыз, өйткені Құран араб тілінде. Қалған дұғалардың барлығын сіз қазақша жасауыңызға болады, болмайды деген ереже жоқ. Сол себепті ауызашар дұғасын, сәресі дұғасын қазақша айта берсін. Егер арабша оқи алмайтын болса, транскриптің өзін қиналатын болса, өз-өзінің қиналуының қажеті жоқ. Қай тіл болмасын, барлық тілді Алла жаратты, оның бәрін біледі. Адам не айтып отқаны Алла біледі. Сол себепті біз отандастарымызға айтарымыз, жүрегіңізден шыққан дұғаны жазсаңызшы.